Hello, my name is Ray. I am currently studying in the United States of America, and I came here from Kazakhstan, as you can see right here. Today, in the morning, I woke up in a country whose first president has not stolen $200 billion from his own nation. I woke up in a country whose president's younger brother is not known as a rapist and a pedophile. I woke up in a country, the president of which did not withhold power for 28 years straight. I woke up in a country where mothers having many kids do not have to beg on the streets because they have nothing to feed their own children. I woke up in a country where 30% of high school graduates do not go to study abroad out of their own country's university system being corrupt till every teacher and a student. I woke up in a country where the government does not shut off internet and YouTube while the opposite party is live streaming. I woke up in a country where people do not fear to speak the truth and can freely do that without fear of being sent to jail or assassinated, like what happened to our national heroes, Zamanbek Nurkadilov and Altunbek Sarsenbaev. I woke up in a country where 200 to 300 people, including the president, do not live off 18 million of the regular citizens. I woke up in a country where my well-being wouldn't be jeopardized by a video like this one. I wouldn't get called to the court and I wouldn't be sent to the prison for telling the truth. If you want to wake up in your country, just like I did in the US today, fight. Fight for the freedom of your own nation and join our challenge. Меня зовут Раймбек, я учусь в Соединенных Штатах Америки, и сегодня утром я проснулся в стране, где первый президент не крал 200 миллиардов долларов у собственного народа. Я проснулся в стране, где младший брат президента не считается насильником и педофилом. Я проснулся в стране, где президент не удерживает власть на протяжении 28 лет. В стране, где многодетные матеря не просят подаяния на улицах и не выходят на митинги, потому что им нечем кормить собственных детей. В стране, где 30% выпускников не уезжают учиться за границу, потому что собственная система образования коррумпированная вплоть до учеников и учителей. В стране, где не отключают интернет и YouTube, в то время, когда оппозиция ведет прямой эфир. В стране, где за правду не сажают в тюрьму и убивают, как было с такими народными героями и батырами, как Заманбек Нуркадилов и Алтынбек Сарсенбаев. В стране, опять-таки, я проснулся в стране, где 200-300 человек не паразитируют на теле 18 миллионов простых граждан. Я проснулся в стране, где за подобное видео мне не угрожает ничего. В стране, где мне не пришлют повестку в суд и не посадят в тюрьму за то, что я высказываю правду. Если ты хочешь проснуться в своей стране, так же, как я просыпаюсь здесь, возьми судьбу и будущее своего народа в свои руки. Присоединяйся к нашему челленджу. Друг и подруга. Менің атым Раймбек. Мен Американың Құрама Штаттарында оқып жатырмын. Бүгін таңертең мен өз халқынан 200 миллиард доллар ұрламаған бірінші президент елінде ояндым. Елінде президенттің інісі зорлаушы, қорлаушы емес жерінде ояндым. Елінде президент билікті 28 жыл бойы ұстамаған елде ояндым. Елінде көп балалы аналар өз балаларын асырай алмай, митингке шықпайтын елде ояндым. Елінде түлектердің 30% шет елдеріне жоғары оқу білім алу үшін кетпейтін, себебі өз елінде жоғары оқу орындар мұғалімдер мен оқушыларға дейін сыбайлас жемқорлық қаптап кетпеген елде ояндым. Елінде оппозиция тікелей эфир жүргізіп жатқан кезде әлеуметтік желін өшірмейтін елде ояндым. Елінде Заманбек Нуркадилов пен Алтынбек Сарсенбаев сияқты шындық айтқан қазақтың нағыз батырлардың жанын алып абақтыға отырғызбайтын елде ояндым.
Елінде президентпен бірге 200-300 билік басында отырған адамдар, 18 миллион халықтың нанын жемейтін елде ояндым. Осындай видео салғаным үшін менің өміріме қауіп төнбейтін және үйіме соттан повестка жіберіп, мені абақтыға отырғызбайтын елде ояндым. Сенің де өз еліңде мен сияқты оянғың келсе, өз халқыңның болашағы мен тағдырын өз қолыңа ал және күрес. Сен де бізбен бірге осы челленджге қосыл, бауыр немесе қарындас.